аштықтан өлетін болған соң түс кезінде кемер бастаудағы жезде Құрманбектің үйіне қарай жолға шықтым. Сені қолыңнан жетелеп, қызымды қолыма алып, аштықтан бұратылып, әрең жүріп келем. Жол өнбей, ауылға жақындаған кезде қасқарайып, қауын алқабына жеткен кезде ұялы қасқыр қамап, топырақ шашып қаумалай бастады. Есім шыға сасып, не істерімді білмей, оралғы қызымды жерге қойып, сені арқалап, сытылып шықтым. Қасқыр қызға жақындаған кезде шақ ете түскен нәрестектің даусын естідім. Қасқырмен арпалысқан кезде сіздің жасыңыз нешеде? Сол 4-те болуым керек. Қарындас? Қарындас ол 8 айлық қой. Сонда шешімге келген болу керек. Олдап қалайын, мына қызды берейін, оған басқа малымыз жоқ. Үшеумізді жеп қояды. Сөйтіп олар таласып жатқанда қасқыр үшеу өзі. Көздері от жанып тұр, кеш қараңғы кезет. Арылдасып, таласып жатқан кезде шешем мені арқалай ала жөнелді. Тез барып, келіп қайтадан іздегенде, тек шашы алған, басқа түкте жоқ. Бәрін жеп қойған. Солдай ашаршылық заманда ондай көп болған. Ол кезде қасқырлар адам жейтін себебі басқа жейтін ештеңе жоқ, мал жоқ. Содан кейін адам жеуге кіріскен. Мен тастасы едім көп. Олар бірақ қазақта әулетті сақтау керек деген бар. Ертең өсетін әулет ер адамнан кету керек. Сол үшін мен сақтаған ғана барын сақтым. Әйтеуір құтылғанбыз. Содан кейін көрмеген нәрсені көріп өстік қой. Қилы күндер қырасып жатады. Аш қасқырымен арпалысқан трагедия бала Мекемтастың есінде сақталмайды. Ойында болмаған соң ойын қуып жүре береді. 1946 жылы анасы төсек тартып қалады. Қарайтын жалғыз Мекемтас. Басқаларының бәрі ашаршылықтан аман қалмаған. Әкесі 1933 жылы көз жұмған. Бірде Мекемтас бозбалалыққа салынып кешігіп келеді. Сонда анасы, сені баяғыда қасқырға тастауым керек екен деп ренжиді. Ай балам-ай, қарындасыңның орнына сені қасқырға тастап кетуім керек еді. Апа, не дейсіз? Апа, түсінбедім. Мекемтас түсінбейді. Себебі есінде ештеңе жоқ. Көзінің жасы сорғалай ағып жатқан анасы бастан өткен қасіретті баяндап береді. Бұл Мекемтас Мырзахметовтің тағдыры. Бұл талғажа өтер тал жапырағының өзі қалмаған ашаршылық заманындағы қазақтың тағдыры.